Мухит Амантаев, который хочет подраться с Марселем на нашем следующем турнире. Мухит Амантаев, можно в ринг? Приветствуйте, Мухит Амантаев, мотиватор. Маке, біз өзіміздің сөйлескен арамыздағы нәрселер бар, бірақ мен лучше микрофонды берем, өзіңіз айтқаныңыз дұрыс. Бауырлар, достар, қазақ елім, баршаларына ассаламу алейкум. Мына ең бірінші осындай жиналған барша алматылықтарға, экран сыртынан қарап отқан қазақ еліме және де мынау Аиба Намат лигасына үлкен рахметімді айтам. Осындай құрметке лайықты қылдырып, осындай бүгінгі кештің не бір мықты жігіттерінің арасына мені кіргізіп, бүгін төрге шығарып отыр. Рахмет сендерге, Алла разы болсын. Енді бұйырса, Құда қаласа мынау 39 жасымызда қайттан үлкен ринг төріне көтеріліп жатырмыз. Бұйырса ойлайым, керемет бір ұмтылмас, тамаша жекпе-жек сіздерге сыйлаймын деп. А кіммен сыйлаймыз жекпе-жекті? Марсель! Қайдасың, бауырым? Марсель, можно тебя в ринг? Друзья, поприветствуйте. Медийный спортсмен Центральноазиатского региона и не только, Марсель Нурланбекулов. Марсель, ассаламу алейкум. Ты помнишь, мы разговаривали, Мухит Агай, так сказать, хотел отомстить за Еркебулана Тохтара и подраться с тобой. Ты после того, как услышал это, сразу же изъявил желание. Подскажи, каков твой настрой? Ассаламу алейкум, Қазақстан! Қазақстан Еркебуланды ұтқаныма довольный. Неге дегенде 80% Қазақстан мені қолдады, қазақ-қырғыз бір туған. Unutmağla, қазақ-қырғыз бір туған. Казахстан, мен сілерді жақсы көрім. Никогда не бывает плохой нация, бывает плохой люди дейді. Ошол себептен қарапайым қазақ елін мен сыйлайым, мені өте жақсы қолдап отыр. И бұл жақта Мухит аға